Ассалаумағалейкум құрметті көрермен. Егер осы турысында толығырақ мәліметке ие болғыңыз келсе, арнамыздағы подписаться және бір ғана лайк түймелерін басып видеоролигімізді соңына дейін қараңыз. Ал онда біз бастадық. 2023 жылдың болашақ бағдарламасы бойынша 555 стипендия бөлінеді. Бұл туралы мемлекеттік кеңесі Ерлан Кариннің төрағалығымен шетелде кадрлау даярлау жөніндегі республикалық комиссияның кезекті отырысы аталды. Бағдарлама бойынша барлығы 555 стипендия, соның ішінде магистратура 395, резидентура және докторантураға 50, тағайындалғаннан өтуге 110 стипендия бөлінеді. Отырыста шетелде тағайындалғаны өту үшін болашақ стипендиясы тағайындалу мәселесі де қаралды. Комиссия шешіміне сәйкес 25 азаматқа стипендия берілді. Айта кетуі керек, болашақ бағдарламасының стипендиясын алу үшін құжат тапсыру қыркүйек айына дейін жалғасады. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және де каналымыздың дамуы үшін өз үлесіңізді қосқан жағдайда бір ғана лайкіңізді аянбаңыздар.